Сәлеметсіздер ме? Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің арнайы педагогика мамандығының бірінші курс докторанты Жұмагелдиева Ақбота Даниярқызы. Біздің зерттеу тақырыбымыз болашақ педагог-психологтардың инклюзивті білім беру жүйесіне психология педагогикалық дайындығын қалыптастыру. Зерттеу идеясы. Негізі жалпы идея қайдан пайда болды? Қазақстанда инклюзивті білім беру жүйесін кезең-кезеңмен енгізу өте қарқынды жүруде. Сол бойынша енгізу барысында белгілі бір бағдарлама және әдіс-тәсілдердің жеткіліксіз болуына байланысты тиімді бағдарлама, нәтижелі бағдарлама жасауымызға идея туындады. Яғни біздің негізгі идеямыз болашақ педагог-психологтардың инклюзивті білім беру жүйесіне психология педагогикалық дайындығын теориялық тұжырымдамалық негіздерін анықтау және сол бойынша бағдарлама әзірлеу, оның тиімділігін эксперименттік жолмен бағалау. Зерттеу проблемасы. Зерттеу проблемасы мемлекеттің, қоғамның, жеке тұлғаның инклюзивті білім беруді қарқынды енгізу қажеттілігі мен педагог-психологтардың осы жүйеде жұмыс істеуге дайындығының жеткіліксіз деңгейі арасында қайшылықтар туындады. Болашақ педагогтарды дайындауда инклюзивті білім беру жүйесін теориялық және практикалық игеруде педагогикалық әдіс-тәсілдердің жеткіліксіз болуында. Зерттеудің практикалық маңызы. Егер осы зерттеуіміздің нәтижесінде тиімді нәтижелі бағдарлама шығатын болса, оны осы педагог-психологтарды кәсіби даярлауда қолдануға болады. Және осы бағдарлама жоғары оқу орындарында болашақ педагог-психологтарды инклюзивті білім беру жүйесінде жұмыс істеуге дайындығын қалыптастырудың интерактивті әдісі ретінде, сондай-ақ педагог-психологтар біліктілігін арттыру курстарында пайдалануға болады. Әдістемелерде диагностикалық кешенді инклюзивті білім беру жүйесінде жұмыс істейтін педагог-психологтарды кәсіби іріктеу, аттестаттау процесіне пайдалануы мүмкін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.